Владимир Путин бұқаралық ақпарат құралдарға мобилизация жайлы жазбауды тапсырды. Ресей билігі өзіне қарасты бұқаралық ақпарат құралдарына кезекті мобилизация турасында жазуға тыйым салды. Бұл туралы The Moscow News хабарлады. Ресей Федерациясының президентінің әкімшілігі өзіне тәуелді баспасөз құралдарынан қорғаныс министрі Сергей Шойгудың армия қатарына тағы 350 мың адам алу керектігі жөніндегі мәлімдемесін көпшілікке таратып жібермеуді талап етті. Енді Ресей медиаларына мобилизация хақындағы кез келген мәлімдемені таратпау туралы қатаң тапсырма беріліп отыр. Хабарламалар тіпті мемлекеттік дума мен федерация кеңесінен шықса да қалың елге жеткізілмеуі керек. Мұндай жасырын өкім президент әкімшілігінің тікелей өзінен түсіп отыр. Біз бұған дейін жүріп жатқан мобилизация оны ықтимал сценарий және болжамы туралы жаза алатын едік. Қазір соның бәріне тоқтам салынды. Талапта тіпті Ресей Федерациясының мемлекеттік думасының депутаты немесе сенаторы айтқан сөздерге де сілтеме жасай алмайтынымыз айтылыпты деп атап көрсетті The Moscow Times.